Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге менің өзімнің ең сүйікті наным, қаттама нанның осылай ерекше көкпияз қосып жасалуы түрін көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде асықпай соңына дейін қарап, менің арнама жазылмаған болсаңыз жазылып, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 1 стакан су, 1 шай қасық тұз, екеуін кішкене араластырамыз тұз ерігенше. Оның үстінен ұнды міндетті түрде електің көмегімен өткізіп саламыз. Одан кейін жақсылап илей отыра қаттылау қамыр илеп аламыз. Бірінші осылай қасықтың көмегімен араластырсаңыздар болады. Сонда қолдарыңызға қатты жабыспайтын болады. Одан кейін осылай қолдың көмегімен илей отырамыз. Дайын қамырды алып, салафанға салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз кішкене тынғаннан кейін 2 зуалаға бөліп, екеуін де жайып аламыз. Осылай қолдың көмегімен жақсылап үстінен басып, оқтаудың көмегімен 4 шетінен бірінші айналдыра отыра жақсылап басып алыңыздар. Одан кейін ғана барып қамырды жаюға кірісеміз. Оқтауға орай отырып, 2 шетін қолдың күшін баспай, осылай айналдырып жая беретін боламыз. Дайын қамырдың үстіне ерітілген сары майды қосамыз. Сары майдың пайызы жоғарғы болғаны жақсы, 72%-дан. Сонда ғана сіздердің қаттамаларыңыз әдемі болып шығады. Осылай арасына жағып, екінші қамырды да бетіне қойып, сары майды тағы жағамыз. Одан кейін ғана барып, біз көк пиязды майдалап турап бетіне сүйіп шығамыз. Мен қатты көп қосқан жоқпын. Егер де сіздер прям ішінде көп болған қаласаңыздар, жаңа бірінші слойдан кейін ғана арасына қоссаңыздар болады. Көк пиязды турап осылай барлығын қосып шыққаннан кейін видеодағыдай дәл осылай пышақтың көмегімен ұзын-ұзын бөліктерге кесіп шығатын боламыз. Одан кейін барып, осылай бір-бірінің үстінен ақырындап 2 немесе 3 қамырды қатпарлы болған қаласаңыздар, одан да көп қамырды бір-біріне осылай орай отырып, қолмен кішкене басып жібереміз де, салафанға салып, мұздатқышқа 15 минутқа қалдыратын боламыз, яғни морозильникке салып қоямыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетулеріңізді сұраймын. Міне бізде мұздатқыштан алынған қаттамаларымыз сары май сіңіп, әдемі болып тұрады. Осылай кішкене ұн сеуіп жіберіп, ақырындап жая бастаймыз. Қатты жұқа етіп жайып жібермеңіздер. Барлығын жайып болғаннан кейін табаға май құйып, жақсылап қызғаннан кейін ғана барып, қаттамаларымызды салып, екі бетінен қызарғанша пісіріп аламыз. Қаттаманы әр отбасы, әр келіншек өзінің жасалу тәсілі бар. Мен майын осылай кішкене аздау етіп саламын. Біреулер көп майға пісіреді, біреулер мүлде аз майға пісіреді. Бірінші бетін осылай айналдыра отырып қызарып алғаннан кейін, екінші бетіне аударып, қызартып пісіріп аламын. Қызарып піскеннен кейін осылай өте қатпарлы, жұмсақ, әдемі болып тұрады. Жай ғана судан ғана жасалатындықтан өте оңай, міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған арайлым.